Жалпы осы ақын жазушылар неге осы атаққа құмар? Сатылып жатыр ғой. Одақтың мүшелігі де сатылып жатыр. Алаш сыйлығы да сатылып жатыр. Неге сіз сатылып жатыр деп айтасыз? Сіз де Алаш сыйлығының иесісіз ғой. Алаш сыйлығында қанша сома ол? Енді 1 миллион, 2 миллион. жоқ ой, оған да жетпейді. 500 мың ар жақ бір жағы. Дінге қандай адамдар кіреді? Шарасыз, тіршілікте жолы болмаған, көтенімен жерге отырғандар. Көбінесе халтүршіктер. Солар бөлінгіш па? О, бөлінгіштің көкесі. Үйде қожайын еркек па, әйел ма түсінбейтін бір қоғам пайда болды. Біздің хандарымыз, патшаларымыз бәрі 5 уақыт намаз оқыған деп, ана кейбір молдалар зырылдатады. Абай ғайыптан тайып қайт тіріліп келсе, сол тойды көріп қайтадан қайтыс болып кететін. Неге қуанғаннан ба? Жоқ. Енді Қайғырғаннан көңілі қалатын еді. Назарбаевтың кезінде жағымпаздық дейтін бір жексұрын әдеттің негізін қалады. Зиялылар қалады соны. Ол қазірде бар жағымпаздар. Тоқаевқа да жағымпазданып жүрген, билікке, байға лыпылдап жүргендер толып жатыр. Өмір жайлы білгің келсе, қартқа бар қан майданнан жалғыз ұлы келмеген, жесір келін, бір нәресте көрмеген, Жетім шалды бал орнына тербеген. Өмір жайлы сұрай берме сен менен. Бұл өмірде не түсінем мен деген, өмір жайлы білгің келсе, қартқа бар өміріне кеге кеткен, өлмеген, жалған айып тағылғанда көлденең ақиқаттың аппақ туын бермеген. Содан сұра өмірді. Қайырлы күн, қадірменді көрермендер. Бұл Қазақ Айран YouTube арнасының ашық сұхбат алаңы. Бүгін бізде қонақта қазақтың талантты ақыны, драматург Бақыт Беделхан. Бәке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Күні кеше Абайдың дүбірлеп той өтті. 180 үй тігілді, 30 мыңға жуық халық келді, ат жапты, балуан күресті. Енді той өтті де кетті. Жалпы осындай тойдан тағылым халық қай жерінен алу керек? Қандай тағылым алу керек тойдан? Ұлылардың тойынан. Жалпы Абайдың 150 жылдығында да болғанбыз. Сөйтсек 30 жыл өтіп кетті ғой, 30 жылдың ішінде 180 жылдығы. Бірақ әйтеуір қазақ ұлыларын ұлықтап, тойлауды үйреніп келе жатқан сияқты. Бұл жерден тағылым алатын дүние, қазір облыс әкімі Берікуәли ғой. Өте бір адам көңілін жайландыратын бір жақсы қисын тапты. Барлық облыс Абай облысына 180 жылдыққа тарту. Сол сияқты экономикасы, әлеуметтік жағдайы, шаруашылығы, тұрмыс тіршілігі, соны жарқыратып жайнатуға атсалысу. Тойға атсалысу деген шапан апару емес, керісінше. Экономикасын, жағдайын, әлеуметтік мәселесін көтеру. Сол бір ақыл болды ма деп ойлаймын. Ал рухани жағынан енді 10 күнге созылған дүние. Асқар Сүлейменовтің Абай ескірген кезде қазаққа ескіреді дегені бар еді ғой. Сол жақта Абай ескірмейді бәрібір. Сол 10 күн тойлатқан рухани дүние, өнер, әдебиет, мәдениет, түрлі концерттер, іс-шаралар болып жатты. Абайды айғайлатып, ойбайлатып, дүркіретіп, думандатып, одан тағылым алам деген өтірік нәрсе. Енді мен былай сұрайыншы, сол тойға енді ғайыптан тайып Абайдың өзі кіріп келсе, қалай ойлайсыз? Бір қуанып марқая ма? Жоқ әлде мына қазақ әлі тойлап жүрсіңдер ма сендер? Әлі 30 жылдың ішінде қазақ тілін мемлекеттік тіл қыламапсыңдар. Абай сендерге не керек деуі мүмкін ба? Абай ғайыптан тайып қайт тіріліп келсе, сол тойды көріп қайтадан қайтыс болып кететін. Неге қуанғаннан ба? Жоқ. Енді адам қуанғаннан жарылып өлуі мүмкін, қайғырғаннан көңілі қалатын еді. Неге қайғыруы мүмкін? Сөз түзелді, тыңдаушым сен де түзел деп, осыдан 150 жыл бұрын айтты. Алаш арыстарының кезінде сөз түзеліп, қалыбына құйылып, кәдімгі саф алтын болып тұрған кез еді. Енді бері қарай 100 жыл өтті. 100 жылда қазақтың сөзі де бұзылды, өзі де бұзылды, мінезі де өзгерді. Сол Абай түзеген сөз қайда, Абай түзеген ой қайда, Абай жасап берген бағыт бағдар қайда, Абайдың ұлттық ұстын деп 45 қара сөзімен 170 өлеңі, 7 поэмасы, барлығы ұлтты ұйыстырып, тұтастыру,
және тұғырына қондырып тудай желбірету және ұлттық ұстынды жасау бағыт-бағыттарын анықтау еді ғой. Ол жоқ. Керісінше біз кері кеттік. 60-шы жылдары қанша кеңес дәуірі дүркіреп цензура ұрып тұрса да, біздің ұлы ақындарымыз көп шаруа тындырды. Дегенмен парадокс, тәуелсіздік алғаннан кейін құрдық қой біз. Оған дейін әйтеуір жан кешті тырмысып, бір тіршілік жасап, ұлттық ұстынымызды жоғалтпауға, руханиятымызды тоналтпауға жұмыс істеуге тырысты бәрі. Ал тәуелсіздік алды, керісінше. Сонда сөзден қадір кетті ма, жоқ әлде сөз құнды, оны тыңдайтын құлақ жоқ па? Сөз бұзылды. Сөздің мағынасы өзгерді. Сөзге тоқтау жоқ. Сөздің құнары нәрі кетті. Қасиеті кетті. Мына қазақта сөз бар, 8 қырлы бір сырлы дейді. Біз айтамыз, өнерлі адамды 8 қырлы бір сырлы. Жоқ, өнерлі адам емес. 8 қырлы бір сырлы деген сөздің 8 қыры болады. Қасиеті, киесі, дауасы, дуасы, сиқыры, құдіреті, сұмдығы, өлтіріп тірілтетін 8 қыры болады. Соны меңгерген адамның аузы дуалы болады. Соны 8 қырлы бір сырлы дейді. Ал өнерлі адамды жігітке жет өнерде аз дейді. Жеткізбей қояды. Сондықтан өнерлі адам мен 8 қырлы бір сырлы деген бөлек нәрсе. Біз 8 қырлы бір сырлылықты ұмыттық. Сөздің 8 қыры бар екенін ұмыттық. Қазір жалаң қылыш сияқты кімнің ойына не келеді, соны айта салатын. Егер біз сөз бұзылды десек, сол сөздің бұзылғанына осы сөз ұстап жүрген адамдардың өздерінің қатысы жоқ па? Мәселен айтайын, өзіңіз айттыңыз жаңа, тәуелсіздік алғаннан кейін осы бір нәрсе басталады, парадокс. Біздің сөз ұстаған ақын жазушыларымыз Назарбаевтың кезінде жағымпаздық дейтін бір жексұрын әдеттің негізін қалады. Зиялылар қалады соны. Және билікті мақтап отырып, ат мінді, шапан киді, ода жазды, кітап жазды. Бірақ сөйтіп жүріп, халықтан құрмет күткен біз қаламгерлерді көрдік. Демек, бұған өздері кінәлі емес пе ақын жазушының? Жоқ, мынандай. Сәке, сөздің қасиет киесі кетуі, ол жағымпаздарға байланысты емес. Ол қазірде бар жағымпаздар. Тоқаевқа да жағымпазданып жүрген, билікке, байға, байшыкеш, бишкештерге лапылдап жүргендер толып жатыр. Оны кәдімгі кәсіп қылып алғандар толып жатыр. Мәселе ода емес. Мәселе мынада. Сөз іс жүзінде біздің әлеуметтік тұрмыс тіршілігімізге сөз құдіреті керек болмай қалды. Мектепке, енді ойлап көр, 30 жылда 17 министр ауыстырылған білім министрлігі бірде-бір мемлекетте жоқ. Бізде кім министр болмады? Агроном болды, экономист болды, медик болды. Колхозшы, совхозшылардың бәрі білім министрлігіне жабысты. Келетті, реформа жасайды. Бір кітапты өзгерткен бәленбай миллиард. Бірақ балалардың сонша, енді 3 тілді бастауыштан үйретеміз деген неше түрлі құйтырқы реформалар, адам миына келмейтін, және ұлтқа жаны ашымайтын жансыз реформаларды алып келді. Соның кесір-кесапаты нәтижесін беріп жатыр қазір. Сұмдық. Білімге беріп жатыр. Білімге беріп жатыр. Одан кейін тұрмыс тіршілікте сенің сөзіңнің мінбері жоқ. Сен парламентте айтсаң өтпейді. Министрлікке айтсаң өтпейді. Әкімшілікке айтсаң өтпейді. Олардың сөз құдіреті мәңгүрттенген және көзғаман деген термин бар. Білетін шығарсың. Иә. Айтыңыз. Көзғаман. Ол білімді, заманауи, бірақ өз ұлтынан өз жеріген мәңгүрттерді көзғаман деген терминді 90 жылдары енді қолданысқа көзғамандар бұл жерде бәрін жасап отырған. Көзғаман деген өте білімді, бес қаруы сай, бірақ қабығын тастаған жыландай, қағынан жерген құландай
өз ұлтынан өзі жеріген жемқорлар. Бұлар орыс тілді болды да, ұлттық біздің қазақтың тілін мәртебесінен айырып, базардың тілі, ауызекі тілге айналдырды. Мінбеде орысша, мінбеде шала қазақ, мінбеде быдық. Бір бала тәуір, екі бала өкінішті дейтін сөздерге дейін барды ғой, мысалы, министрлер. Осыдан кейін қалай ол? Тілдің мәселесі. Сондықтан да біздің тіл, мемлекеттік тіл өз мәртебесінде, өз мінберінде, өз деңгейінде, өз тұрмыстық қажеттілікте құнды болу керек. Сол кезде ғана біздің Абай түзеген сөз қайта тіріледі. Ал Абайдың сөзін тірілте алмай жатып, өзін тірілтіп алатындай өлермен болып той өткізіп керек жоқ. Жаңағы көз қаманның көзін шұқып жіберетін зиялы неге бізде жоқ? Зиялылар бар, бірақ көп емес. Сөзі өтімсіз. Жаңа айтып отырмын ғой, бізде сөз бар, айтатын сөз бар, бірақ мінбері жоқ. Ауыз бар, құлақ жоқ. Содан кейін құнсыз. Айғайлап айтады, ойбайлап айтады, ренжіп айтады, аяғында ашынып айтады, қыжылдап айтады, тіпті боқтап айтқаннан кейін сотқа береді. Көрдің бе? Біз жазықсыз ұлттың тіліне жанашыған, ашынып, қыжылдап айтқандардың бәрін жауапқа тартады. Ал не болды? Жауапқа тартып жатыр ғой, бірақ олар белсенділер, кейде жастар, тіпті журналистер бар, бірақ соның ішінде бірде-бір зиялы жоқ, айтқан үшін жауап беріп жатқан, немесе тоғытылған. Енді зиялылардың бар, жоқ деп айтуға болмайды. Шерағаңнан бастап дүркіретті ғой кезінде. Қараңызшы, енді мен былай қояйын. Назарбаевтың кезінде бір қызығы, жазушылар, зиялылар, өзіңіз жақсы білесіз, кейбір биліктің қатысты, ісіне қатысты келіспесе, хат жазып президенттің атына, үкіметтің басшысының атына жүздеген жазушы қол қойып жіберіп жататын. Бірақ ол орындалды, орындалмады басқа нәрсе. Бірақ осы нәрсе меніңше үзіліп қалған секілді. Сонда бұл не, қазір ақын жазушыны хат жаздыратындай жоғарыға мәселе жоқ па, әлде біздің зиялылардың басы бірікпей ме? Қазір зиялылардың басы бірікпейді қазір. Қазір қоғамға қажетті қаламгерлер, қоғамды қозғаушы күш бола алатын, ұлтқа үлкен ұран салып, ұйыстыра алатын қаламгерлер жоқтың қасы қазір. Себебі ұлтқа, тұлғалардың ұлтқа керегі кетті де, кебегі қалды қазір. Ауыздың амалы кетті, самалы қалды деп жатады ғой. Сол сияқты көбі кетті, шөбі кетті, қазір сабаны қалды. Ол рас нәрсе. Кейде енді айтыңыз. Мысалы кезінде қазір енді айтсаң көңілдеріне келеді, бірақ ол шындықтан сөз бұзылмайды. Кезінде көтеріліп, мен ақынмын деп айта алмайтындар әдебиеттің ақсақалы қазір. Мен жазушымын деп бұзып жарып сөз айтып, әңгіме айта алмай жүргендер қазір ұлы жазушы. Себебі ұлылардың бәрі кеткеннен кейін бұлар бетке шықты. Сол бетке шыққандардың шығармашылығы төмен ба? Енді мықты болса, сол мықтылардың қасында иықтырес тұратын еді ғой. Ол кезде жоқ еді ғой бұлар. Бұлар жоқ болады. Қазір бар. Көрдің бе? Ол жалпы әдебиетте де, өмірде де философиялық гармония деген болады. Өсіп, деңгейіне жеткенде құлдырап, қайта өсіп отырады. Қазір біздің жалпы руханиятымыз да бір құлдырау кезеңінде, өте құлдырау кезеңінде, дағдарыста, соларды бұзып жарып жастар келе жатыр. Өте керемет келе жатыр. Құдай солардың жолын ашса, бағын ашса, ұлымын, классикпін деп жүрген талай қалтыршіктерді ұмыттырады. Солар келе жатыр қазір. Сондықтан да бұны күту керек, ренжімеу керек. Олар да қалам ұстаған азаматтар. Олар да бір-бірі мықты өзінше.
бірақ кешегі тұлғалар сияқты Әбіштің, парламентте Кекілбаевтың шырылдап жүйке тамыры қозғалып жүрегімен айтқан талай сөздері бар. Өзің де білесің. Ашынып айтқаны бар, айғайлап қатты айтқан, тәтті айтқаны бар. Шерағаңды білесің, Фариза апамды білесің. Әрқайсы бір-бір зиялылар, тұлғалар. Дәл сол сияқты тұлғалар қазір жоқ. Жоқтың қасы. Бар шығар. Бірақ жоқ. Жаңа сіз айттыңыз ғой, Әбіш Кекілбаев пен Фариза Оңғарсынова. Әбіш ғаламат жазушы, Фариза апамыз керемет ақын, тағдырлы ақын, елге сіңірген еңбегі бар шығар. Бірақ сондай абыройлы адамдар Жаңаөзен кезінде биліктің сөзін сөйлеп, шерушілерді айыптап сөйледі. Біз соны ұмытуымыз керек па? Біз оны айтуымыз керек шығар. Неге ұлылардың міні болса, неге біз оны айтпауымыз керек? Бізде кейде бір адамнан көретін бір пендешілігіміз бар. Қазақтың әсіресе. Сен жүйе сондай болып тұрса, жүйкеңді жұқартып, төбеңде шиті мылтық тақап шекеңе біреу тұрса, сен айтасың ол жерде. Айтпаймын десе не қылады? Айтпай қойса, тіпті үндемей қойса не қылады? Айтпай қойса да болады. Бірақ мен ол кісілерге ренжи алмаймын. Себебі мынау қалың қурайдың ортасында жалғыз шыбық. Жел соқса сонымен бірге бәрібір майысады. Бәрібір сынады, бәрібір құлайды. Бірге бәрібір. Сондықтан да олар жазғыруға болмайды. Бірдекілі. Олардың шарасы күйге қалғанын білем. Амалсыз әңгіме айтқанын сезем. Мен Әбіш ағамен мына Қалибек Қуанышбаев атындағы музыкалық драма театрда мен әдебиет бөлімін басқардым. Біздің театрдың жанында тұрды. Көп әңгімелесіп тұрдым. Кешке отыратын. Сон барып әңгімелесеміз. Фариза апам мені жақсы көретін. Ұстазымдай болды, қамқоршы болды. Ол кісі де ашынған кезде айтады. Не болып кеттік? Біз жеткізе алмайды. Ертең сендерге келеді. Сынып кетпеңдер. Деген сияқты ақылдарын айтады. Шерағаң, мен балам атын қойғам. Мен бір өкіл әкем сияқты. Барысқан деп балам атын қойды, тұсауын кесті. Шерағаңда Ай мен Айша кітабына редактор болдым. Жақсы әңгімелесетінбіз. Ол да бәрінің ішінде бір қызыл кетті. Шекесі шылқыған ешқайсы жоқ. Мына билікте отырып, зиялы қауымның арасындағы ақын жазушылардың ең бақыттысы Шерхан, Фариза, Әбіш, Төлен Әбдік дейді. Шекесі шылқыған ешқайсы жоқ. Бәрінің ішінде дерті қызылы бар. Шіркін солар кейде соларды ақтарып сөйлету керек. Дәл қазір сөйлету керек. Шерағаң кетті, Фариза кетті, Әбіш аға кетті, Төлен аға бар ана жақта. Сөйлету керек. Қазір сөйлету керек. Өзіңіз айтпақшы, сөз бұзылған, сөзіңіз өтпейтін, айтсаңыз дауысыңыз жетпейтін заманда кейде бір ішіңнен булығатын. Осыны тыңдайтын адам болса, Абай тыңдар еді дейтін ішіңізде бір жауабын таппаған сұрақ бар ма? Мысалы, кешегі сіз бардыңыз тойға, Жидебайда алдыңыздан Абай шығып, сондай бір-екі сұрақ қоятын мүмкіндік тұрса, сіз не сұрар едіңіз данышпан Абайдан? Абайдан сұрайтын ештеңе қалмады ол, себебі сұрайтынның бәрін жазып кетті ол. Біз көке сіздің айтқаныңызды орындай алмай жүрмін деп жылайтын ем. Орындай алмай жүрміз деп жылайтын ем. Абайға. Оған не сұрайсың? Бәрін жазып кетті. Түгел. Бұл Абай мен Қытайдың великий философы бар, ұлы Конфуций. Абайдың кейбір жағдайдағы позициялары Конфуцийдан мықты. Өте мықты. Сол жағынан Абайдың ұлт ұстыны болуға, ұлтқа идеал болуға қақы бар. Мысалы, Конфуцийдің ілімімен Қытай дамыды 30 жылда. Сингапурды дамытып жатыр. Жапония осы Конфуцийдің ілімімен өмір сүреді. Өйткені
Конфуций айтады, Құдай 12 мүшеңді сау, ақыл есіңді дұрыс қылып жаратты ма, енді мазасын алма дейді. Құлшылық еткің келе ма? Иә, онда тіршілік ет дейді. 24 сағат тіршілік етсең, одан асқан құлшылық жоқ Құдайға дейді. 5 уақыт намаз оқып, 5 рет физиотек жасап, мазасын алма дейді. Жұртты жинап алып, уағыз айтып, миын шертпе дейді. Онан да соның орнына тіршілік жаса дейді. Ал Құдайға ең төте жол, 12 мүшең сау, ақыл есің дұрыс жасап берді ме, құлшылықтың ең төте жолы тіршілік. Сол тіршіліктің арқасында Қытайдың экономикасы жағдайы дүр ете қалды, мысалы, 30 жылда. Сингапурды 15 жылда көтеріп тастады. Жапония ұлттық мемлекет қой бәрібір. 5 жасынан о жерде тіл мәселесі, ұлттық мәдениет деген проблема жоқ ол жақта. Конфуцийдің ілімімен келе жатыр оларда. Сондықтан да Абайдың да осы ілімін ұстансақ, Конфуций бірдей. Бір ілім. Абайды есектің көтін жусаң да мал тап дейді. Жаңағы тіршілікпен бірдей. Сосын Аллаға ауыз жол емес. Құдайға құлшылық етуге жараса болды сенің дұғаң. Ал таза дінді ұстанатын ілеуде біреу ғана дейді. Артыңа бұрылып қарасаң, еден бізде сомдық діндарлардың галереясы жоқ қой бізде. Санаулы ғана, солар ғана ұстаған. Қазақ өз құлшылығын, өзінің зікірін 24 сағат. Құдайға шүкір, Құдайға тәуба, бергеніңе тәуба, Құдай есіргеп бере саған, тәуба, тәуба, шүкір, шүкір, сол зікірі 24 сағат апалардың аузынан қарасаң. Мен 5 рет намаз оқыдым деп міндетсінбейді. Құлшылығы бөлек қазақтың. Сол сияқты ара жігін ажыратып, Абайды алтын арқау, алтын қазық қып, Алаштың аруағы көтерілетін уақыт келді қазір деп ойлаймын. Абайды қашанға бұрыс? Портрет. Қанша спектакль көрдім? Абай сол шапан киіп, қолына кітап ұстаған, және қайғырып, қалың елім қазағым, қайран жұртым дейді. Айналайына ол да пенде, ол да күлді, ол да жылады, ол да ренжіді, ол да қыжылдады. Қайда жерге түсіріп? Мен осы мәселеде ор дейтін, яма, пьеса жазып жатырмын. Жерге талас, елге талас, дүниеге талас, аяғында көрге талас, тобыр, ямада, орда. Абай портрет тұр. Соны мынау кім деп сөйлеген кезде жіппен тартып ямаға түсіреді, содан спектакль басталады. Абай сол ордан қалқын алып шығам дейді, өзі өліп қала жаздап, зорға шығады. Қайт қырға шығады. Артына бұрылып қарайды, халқы әлі орда. Біз сол ордан әлі шығамай жатырмыз. Біз ордамыз. Абайдың ойлағанына жетпек түгілі сол орнынан әлі шығамай жатырмыз. Орнынан шықпақ түгілі орнынан тұрамай жатыр қазір. Себебі мына рухани ақыл, ой, парасаттан гөрі дүние ақыл, эмоциямен, инерциямен дүние қуып кетті бәрі, тіршілік. 90 жылдары аладорба басталды. Еркектер намысшыл еді қой кезде. Мен сарттың саудасын жасайын ба деп отырған кезде әйелдеріміз аладорбаны арқалап шығып кетті. Сөйтеді, қым ғұт адам түсінбейтін, үйде қожайын еркек па, әйел ма түсінбейтін бір қоғам пайда болды. Мен беске білем, сол кездегі аладорба арқалаған қатындардың күйеулерінің бәрі шетінен чиновник, депутат болды мысалы. Ертең бірдеңе десе, сені осы халге жеткізген менмін деп отырады. Оны көзім көрген мен. Басқасында болғам. Сондықтан да әйелі Базарский, ал өзі чиновник болып отқан тұлғалар көп. Олар бірте-бірте кетеді. Қазір мына ақшамен ғана байлыққа, ақшамен ғана мәнсапқа жетем деген қоғамнан өтіп бара жатырмыз қазір. Біліммен билікке, біліммен байлыққа, біліммен үлкен парасатқа, біліммен үлкен биік деңгейге
жетуге болатынына қазір жастар көзі жетіп келе жатыр. Мен соған қуанамын. Осы заман біліммен ғана биікке жететін тұлға болатын бір кезең келе жатқан сияқты. Ойымда жүрген бір сұрақ бар еді, енді ойдан ой туып кетіп жатыр. Қазір сіз өзіңіз айтып қалдыңыз, дінге қатысты. Жалпы дінге мынау өнер адамдарының, әсіресе әншілердің, қыздардың көпшілігі барып жатыр. Тіпті айтыс ақындарының да жартысы намазға жығылды. Бұлай менің байқауымша, жазба ақындардың бірен сараны болмаса, әлі ондай бір дінге мойын бұрмады. Бұл кемшілік па, артықшылық па? Артықшылық. Өйткені дінге қандай адам көреді? Біз онсыз да мұсылманбыз, онсыз да діндар адамбыз. Діні жоқ, діннен безген емеспіз. Біздің дәстүр салтымыз, әдет ғұрпымыз бен мақал мәтелдеріміздің бәрі Құран. Сол діннің діңгегі. Кешегі Ахмет Ясауи, мысалы Әл-Фарабиден басталады. Әл-Фарабидің өзін арабқа жіберді ғой. Араб емес қой ол. Соң бүкіл ғылыми шығармалы трактаттардың бәріне Бисмиллахир-рахманир-рахим, ла илаха илlallah, Мұхаммад Расулулла деп бастатып қойды. Енді Әл-Фараби мен Мұхаммед пайғамбардың арасы бір-ақ ғасыр ғой. Кеше ғана өткен, мысалы, Абай екеуміздің арамыз 2 ғасыр. Мысалы, Абайды мен қалай қабылдаймын? Сол сияқты Әл-Фараби мен Мұхаммед пайғамбардың арасы. 13 ғаламды зерттеп трактатында 13-шісін бірінші тұлға дейді Әл-Фараби. Материясыз 3 ғалам, қалған 9-ы материалы ғалам дейді. Сөйтсе 13-ті бірінші тұлға дейді. Құдайдың өзін бірінші тұлға деп отырған Әл-Фараби. Ғылыми өзінің негізінде. Бұл ұлылық, жаратылысқа сенеді, бірінші тұлға саз бен сөзден басталған дейді. 4 кітапта да соны айтылады. Әл-Фараби де соны дәлелдейді. Саз бен сөзден басталған. Мен өлеңіме жаратылыс саз бен сөзден басталғанда тіршілікке тасталған, топырақтан жаралғаным рас болса, не іздеп жүрміз аспаннан. Аспан дедім асалмайтын асуды, жер деп айттың топырақты шашулы. Тіршілікте қосылмайтын от пен су бүркілкет тамырында қосылды. Бүкіл тіршілікте от пен су қосылмайды. Жаратылыста қосылады. Адам бойында 36 температураң от, қалғаны су. Сол от пен суды ажыратып берсе топырақ боласың. Осыны Әл-Фараби дәлелдеген. Сол сияқты Ахмет Яссауидің даналық кітабы, Ахмет Югенекидің ақиқат сыйы, Жүсіп Баласағұнның құттыбілік дастаны, Бержан Махмуд Қашқари бар, Лұқпан Хакім бар, обсерватория зерттеген. Және бүкіл мешіттердің, имамдардың бәрін ғалымдардан қойған. Имам болғанда анандай 5 уақыт зарылдап уағыз айтатын емес, ғалымдардан қойған. Біздің имамдар ғалым емес па? Ғалым емес, олар уағызшылар. Арасында бар. Мен Қайрат Жолдыбайға риза боламын. Қайрат Жолдыбайдың ғылыми тұжырымдары, діни кітаптары, соның бәрі танымдық және ғылыми негізде. Бір докторский қорғайтын үлкен кітаптар, кәдімгі зерттеу. Сол сияқты болса ғой деп армандайсың кейде. Аяғы Абай Мәшһүр Жүсіпке дейін келеді. Сонда қадау тұлғалар ғана. Біздің хандарымыз, патшаларымыз бәрі 5 уақыт намаз оқыған деп, кейбір молдалар зырылдатады. Мен айтамын, айналайын. Осы Сахарадан бір мешіт тауып берші маған. Соңғы 5 ғасырда. Отырықшы Самарқанд, Бұхара болмаса, Мысырға мысал болған бейбарыстың өзі сол жаққа мешітін көтеріп, қайта жаңғыртып дінді көтергені болмаса, мына Сахарада бір мешіт болмаған. Керісінше Яссауидің кесенелер. Аруақты көтеріп кесене салған. Кесенелер бар, мешіт жоқ. Сонда қалай кім қайда оққан деймді, етегіне оққан ба? Етегіне қарап оққан ба? Сол сияқты ғой. Ал дін, кәдімгі ділі мен рухы Құдай жүрегінде болып жүрген
әруақ қана Құдай кешіреді, әруақ кешірмейді деп. Әруақты соғысқа, дінді, Құдайды адамгершілік пен парасатқа жұмсап отырған, қолданып отырған қазақ. Енді бүкіл адамзатқа мейір шапағатын төгіп, кешіріммен қарап отырған Алланың атымен сен біреудің басын қалай шабасың, мен түсінбеймін. Арабтар Аллалап, Аллаху акбар деп шабады мысалы. Аллаху акбар. Ал қазақ Аллалап шаппаған, керісінше әруақтап шапқан. Әруақ деген рух, ата-бабаның рухы әруақтап шабады. Ал Аллалап шабу деген парадокс. Бүкіл адамзатқа мейірім шапағатын төгіп, кешіріммен қарап, Абайдың біріңді қазақ бірің дос етпесеңіздің бәрі бос. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп. Мұхаммед пайғамбарың мұсылманды сүй, кәпірлерге жихад жаса, жолында өлсең шахид дейді ғой. Осы жерде пайғамбардан да биік ойды Абай айтады. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп. Ол негр бола ма, зәңгі бола ма, көк бола ма, сары бола ма, ақ бола ма, бәрін сүй дейді. Сонда қайсысы биік тұр бұл жерде? Сол сияқты біз Абайымызды алтын қазық қып ұстауымыз керек, жоғалтпауымыз керек. Одан үлкен тәлім тәрбиені бір айғай аттамен емес, кәдімгі тамырымызға нәр құйғандай қып сіңіруіміз керек. Біз соның нұрымен, соның біліммен, нәрімен өсуіміз керек. Келесі ұрпақ, мысалы Абайды Совет өкіметінде бізді алдап келді ғой. Көктем, жаз, жазғы түрі, күз, қыс деген лирикалық төрт өлеңі болды. Сосын ғылым таппай, мақтанба, орын таппай, баптанба дейтін болды, басқа түк жоқ. Бізде тәпсірлеп, тәлім ретінде, тағылым ретінде оқыту жоқ болды. Сол лирикалық өлеңдерін оқып миымыз айналып жүрді. Ақ киім денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жер сықырлап келіп қалды. Соған мәз болып жүрдік. Ал ар жағында тұңғиығы жатыр. Ұлттың бағыт бағдарын айқындаған философия жатыр. Жан кешті. Абай бір дүние жазған кезде мұрнынан қанап, көзі бұлдырап құлайды екен. Сонда Олжан анамыз, Зере апамыз, айналайын Абай тел қара дейді. Ақын болмай-ақ қойшы дейді екен. Апа, мен ақын емеспін. Мен ақын болайын деп жүрген жоқпын деп жылайды екен. Сонда бұның ойы не? Хакімдікке кеткен және ұлттық, сол кездегі қара шекпенділер дейді, бүкіл татар молдалар қаптап, вахабистер қазақтың дәстүр салтын талқандап жатқан кезде сол заманның тұлғасына айналды. Соған қарсы жазылған 45 қара сөз. Қазақты қалыбынан айнытып алмас үшін қара сөзін жазды. Өлеңдерін басын әдемі лирикаларымен бастады, әзіл қалжыңмен бастады. Кейін мына айналадағы қоғам бос болды, мінекей арқаға ұлық қаққанға деді. Болыста болды, бәрін көрді. Аяғында бұны жазбасқа амалы қалмады. Жазды. Ертең осы ел бола ма, болмай ма? Бірақ болам десе, бағыт бағдарым мынау. Ал болмайым десе, өздері білсін. Өз сөзім өзімдікі деп бастаттым. Сол сияқты ол біздің бағыт бағдарымыз, темір қазығымыз, айналып келгенде бәрібір Абай. Рахмет бәке. Енді жаңағы рух, аруақ дегеннен есіме түсіп жатыр. Жаңа ғана жазба ақындар неғып дінге кетпеді деген сөзді айналдырып келе жатыр, мен түйіндей салайын. Жақсы. Қысқа ғана. Дінге қандай адамдар кіреді? Шарасыз, тіршілікте жолы болмаған, маңдайы тасқа соғылған, өмірден бәз кешкен, тағдырдың тақсіретін кешіп адасқан, не істерін білмей, кімнен көмек сұрарын білмей, көтенімен жерге отырғандар. Діннен пана сұрайды. Дінге барады, олар міндетті түрде. Мен білем оны, бәрін. Айтыста жүріп шатасқандар да сол, спортта жүріп қателескендер де сол. Біреу казиноға кіреді, біреу құмар ойынына түседі, біреу басқаға түседі, біреу нәпсісін жеңемей басқа дүние
осындай дүниемен келеді да жылап отырып аяғында қайтадан адам болғысы келеді, сол кезде дінге сүйенеді. Ал қазақтың дәстүр салтымен ақ, қазақтың өзінің бүкіл сөз құдіретімен ақ таза жүруге, адал жүруге, ешкімнің ала жібін аттамай азамат болуға болады. Ал осындай ұстынды ұстаған адамдар ұрынбайды ешқайда. Сондықтан бізге дінге ұрынып кетіп жатқандардың көбі, адасқандар мен шатасқандар көбі. Ертең бәрі деп айтып, басыма бәле болып жүрміз. Көбі. Жаңағы рух, аруақ дегеннен есіме түсіп жатыр ғой. Ақиқ Мұқағали сіздің түсіңізге бірнеше мәрте кіріпті, арқаңыздан қағыпты, сенім артқан көрінеді. Жалпы сондай бір ұлы тұлғалардың түске кіріп, бір тілдесу тылсымын қалай түсіндіруге болады? Бұл бір белгі ма? Бұл не? Аян түстер ғой енді, аян түс. Аян түс Құранда да жазылады, Әл-Фарабиде де бар түс туралы, Мәшһүрде де бар. Олардың бәрінде түске кәдімгі баға беріп кетеді. Сосын түске өтірік қосып айту өмірде жасаған 1000 күнәңнан артық болады. Түсте өтірік айтуға болмайды. Аян түс әсіресе. Сіз өзіңізге кірген Мұқағалиға қатысты кіргенін айта аласыз ба? Иә. Мұқағали көкем 3 рет кірді. Соңғы кезде ренжіп жүрме әйтеуір кірмейді. 3 рет анық айқын түстер болды. Біздің ауылда бейіті тұр, бейітінің қасында өзі тұр. Тірі. Өзінің мүсіннің қасында тұр. Ал мен амандасарын білмеймін, не Құран оқырын білмеймін. Мен сазда ауыл дейміз, саздан өтіп барып, мұрамырда тұр ана. Өгізі мен Ықылас Фатиха сүресін білмеймін, бірақ керемет Құран оқып жатыр. Өз құлағыма өзі естіліп жатыр. Ағызу билемена шайтани ражим деген кезде кәдімгі өз құлағыма өзі естіліп, рахаттанып мұқаң басында. Екіншісінде жазушылар одағы. Тура артында отырып, мынандай тырысқан футбол киіп апты. Иығынан түрден бұрылып, "Ай, ақынсың ба?" дейді. "Иә, ақын өтірік айтпайды. Ал жазушы өтірік айтады" дейді. Ақын өтірік айтпау керек, жазушылар өтірік айтады. Сөйтіп қарасам, тісі ана кішкентай баланың тісі құрттап кетіп жүрді, үйде қап-қара болып қалатын. Сондай болып тұр. Ұсақ тіс. Мен де, "Ағана, тісіңіз неден, арақтан ба?" деймін ғой мен. Сұрақ қойып жатырмын. Иә. Арақтан сондай болып кеткен бе? "Ай, бала, шатаспа, арақтан емес. Мен тас шайнап, құм түкіріп жүрген ақыммын. Тас шайнағаннан ғой ол" деп. Жымиып бір күлді. Кәдімгі сөйлесіп жатырмыз. Сосын ана сәлем айтты. "Қалихан өтірік айта бермесін." Түсінген жоқпын. Кейін жарастан сұрадым, менен бұрын Парасат журналында Қалихан Ысқақов ағамыз. Мұқағалидың 60 жылдығы 91 деді. Сол кезде бір мақала жазған екен, бірдеңелер жазған болу керек ме, білмеймін. Әйтпесе Қалихан ағам өзім ұстазым ғой. Иә. Ол кісі кетіп қалды, әйтпесе ол кісіден сұрайтын едім. Кейін жарастан сұрап едім, сол кезде бір мақала жазған, кішкене басқашалау. Соған ренжіген шығар дейді. Және сен оны қайдан білесің, оқып бердің Парасатты. Оқыған қаяқтан оқимын мен. Иә. Өзім 92-де түстім оқуға. Анау 91-де болған дүние. Одан кейін енді оны білмейді екен. Бірақ анық айтты. Мен ақиқат айнасы деп өзім айдар тағып, аян түстерін жазып жүрем. Ол жазылып тұр. Өтірік айтсам төбемде Құдай тұр, арқамда аруақ тұр. Түсте өтірік айтуға болмайды деп айттым ғой. Иә. Сол сияқты Қалиханның атын неге анық айтты екен деп таң қаламыз. Мұқан. Жаңа сол кісі айтты ғой, енді рухы деп айтайық, түске кіріп, ақын өтірік айтпайды, жазушы өтірік айтуы мүмкін деді ма? Өмірде де солай ма? Себебі енді жазушылық прозада әртүрлі көркем дүниелер болады ғой. Ойдан шығарады оны. Ойдан шығарылады ғой. Соны айтып отқан шығар. Мысалы, Тұрсын Жұртбаев ағамыз Абай жолының қаншасы өтірік, қаншасы шын екенін айқындап, сараптап берді ғой. Сол сияқты енді Қодар мен Қамқанды алсаң да Абайдан бұрын болған оқиға. Мына жаққа алып келеді да психологиялық шок береді оған. Пайғамбарлық, ұлылық, қасиет ашылу үшін шок алу керек. Сонда мына көркем дүниеде ана үлкен эпопеяны бастаған кезде бір-ақ күнде есейтеді Абай. Ана шокпен.
Неге шок ол? Құнанбайдың аты бүкіл түркі даласына неге тарап кетті? Өйткені төрт түліктің басы, әулиесі, қасиет киесі болған түйеге кісі өлтіру, адам асып өлтіру біздің Орта Азияда болмаған. Тарихта болмаған. Себебі оның киелі жаны бар. Түйеге мусор артпаған, отын артпаған, түйеге шаңырақ артқан. Бәйбішелердің күймесі, бесік артқан. Ал адам асып өлтіру деген сұмдық. Сонда Құнанбайдың анау вахабист молдаларға Құран арқылы, шариғаттың жолымен пәтуа шығар деген кезде, мына Орта Азияда түрік халықтарында бұндай қылмыс болмапты дейді. Мына Араб елінде, Мысырда мынандай қылмыс болған екен, соны түйеге асып 40 рулы ел кесек лақтырып өлтіріпті. Енді соны пайдаланайық болды дейді, шариғаттың жолы болса. Ал арабтар үшін түйе есек құрлы жоқ. Қасиет кие деген тұқпайды олар. Бір құдай болды. Вахабистердің бәрі сол ғой. Ал түйенің үстіне кісі өлтіру, анандай асып өлтіру қазақ даласына үлкен резонанс туғызды, шошытты, үркітті. Дәл сол кезде Зейра апамыз Құнанбайдың ісіне араласпай қойды. Балам, өзің біл. Бұл қалай болар екен, өзің біл. Сен де ел басқаратын үлкен азамат болдың. Енді бұл ісіңе мені араластырма дейді. Зейра апам теріс айналады. Сөйткен сол замандағы қазақ даласы емес, Орта Азиядағы түрік халықтарының ішіндегі ең қорқынышты оқиға ғой ол. Мысалы, Абай десе бітті, Абай жолы, Абай туралы бірдеңе болса, қодар қамқасыз, екеуінсіз спектакль жоқ. Екеуін ала береді. Ал бірақ мен сенбеймін оған. Мынандай бір шумақ оқиыншы. О дүниенің шымылдығы ашылғанда аллалап, төрден төмен бір бас түсті домалап. Кеудесі жоқ, бастың соры түк емес, ал басы жоқ, кеуделерге обалақ. Бұл сіз Махамбет поэтикалық драмасын жаздыңыз, Махамбет боп сөйледіңіз, Махамбет боп толғандыңыз. Соңғы монологы ғой. Иә. Енді осы сіз білетін Махамбет пен біз білетін Махамбеттің айырмашылығы бар ма? Айырмашылығы бар. Үлкен жер мен көктей айырмашылық бар. Махамбет өз заманның батыры, өз заманның ақыны, тұлғасы дейміз. Керемет күйші, шығармашылық адам ғой, тұлға. Жалпы біз батыр боламыз деп күшенеміз. Тұлға боламыз деп ту ұстап көшеге шығамыз. Дамбалымызды басымызға киіп айғайлаймыз орталарда. Ешкім батыр болмайды. Кез келген батырды қоғам өз туғызады. Қажет болса ғана. Қажет болмаса батыр тумайды. Батыр қолдан жасалмайды. Қажеттіліктен, қоғамның қажеттілігінен. Тұлға болып туады. Мен батыр боламын ертең деп ешкім ойламайды. Мысалы, Қайрат Рысқұлбек мен ертең батыр боламын деп ойлаған жоқ. Сол сияқты Махамбеттің заманында сондай. Әйтпесе, Жәңгір ханның қол астында сарай ақыны болып, баласын оқытып жүрген мұғалім ғой. Қалай аяқ асты мынандай дүние болды. Сол сияқты әр қоғам, әр кезеңнің қажеттілігі арқылы туатын тұлғалар болады. Біздің 30 жылда дәл сондай тұлғалар болды. Заманбек, Алтынбек сияқты тұлғалар. Олар қалды. Мен батырмын деп жүрген талайды білем, бірақ қоғам оған зәру емес. Ол қажет емес. Сондықтан ол айғаяттан болып қалады. Аяғында жартасқа бардым, күнде айғай салдым, одан да шықты жаңғырық болады. Ал заман туғызған, қоғам туғызған тұлға Заманбек сияқты болады. Алтынбек сияқты, Махамбет сияқты. Қазіргі Махамбеттерді білем, қажеттілігі жоқ. Немесе қазіргі Махамбеттің формасы өзгеру керек. Қылыш алып, айғай салып, аттан салып, хан емессің, қасқырсың деп ханның алдында тұратын емес. Керісінше, білім, ғылым саласында бір жаңалық ойлап тауып, елдің бәрін есін шығарып, артынан ертетін Махамбеттер. Жаңалық табу керек. Білімнен, ғылымнан. Жаңа бір нәрсе ойлап тауып, жарқыратып, жайнатып. От сол кезде тұлға ол. Елді артына ерте алатын. Білімнің шырағын ұстап, ғылымның бұлағын іздеген адамдар Махамбетке айналу керек. Сол кезде ол басқа Махамбет. Ана Махамбеттің заманы басқа. Енді біз Махамбеттерді еске аламыз. Рух үшін, рухтану үшін, солардың рухын
Ол әйтпесе Махамбетте де Исатайда да утопиялық дүние болды. Елді көтеру керек болды. Орысқа құл боламыз ба деді. Бірақ Жәңгір цивилизация жасап еді ғой. Өркениетті алып келіп еді. Мектеп ашып еді, қанша мектеп ашты. Осы жерде гүлдей жайнатып үлкен қала саламын. Өркениет жасаймын, өндіріс жасаймын. Орыспен ақылдасып келісіп отырып, көбінеге қолым жетеді, елімді бақытты етемін деп ойлады ол. Жәңгір. Иә. Ал біздің үйреніп қалған қарапайым халыққа ол ерсі болды. Кез келген қоғамға жаңалық қорқынышты болып келеді. Соған қарсы тұрады, қарсы шығады. Кез келген жаңалық, жаңа нәрсе қорқынышты болып келеді. Сен қабылдай алатын қабілет, қарым, білім, парасат керек. Кез келген жерде. Биыл 50-ге толдыңыз. 50 ердің жасы дейді. 50-де ел ағасы деген де бар. Сіз үшін 50 деген қандай екен? 50 деген не екен бұл? Мен қалжыңдаймын. 49-дың соңғы сағаттарына дейін рахат етті. 50-ге қалай келдім? Адамға бірден ақыл кіріп, сабырлы бола қалған жүйкеге тиеді екен. Әзіліңіз ба, жоқ шынымен жауапкершілігін сезініп тұрсыз ба? Қазақша айтқанда нагрузка кәдімгі. Үлкен жүк, жүйкеге жүк, жүрекке мұң. Кеше қарындас деп жүрген қыздарға амал жоқ, автоматически қызым деп айтасың. Қалайсыңдар деп. Сол сияқты 50-дің салмағы бөлек болады бәрібір. Мен не бітірдім, не істедім, не қойдым. Және өзің тұрмыс тіршілігің бар, отбасың бар, әлеуметтік жағдайың бар, руханиятың бар, істегенің бар, істейтінің бар. Соның бәрі таразыға түскен кезде бұрынғы 50-ге дейін жүрген кейбір сәттеріңе жаның ашып қарайды. Бостан босқа жүріппін ғой, ана жерде бекер жүріппін, ана жерде бекер елпеңдеп жүріппін, ана жерде жетім өкпем желпілдеп жүріпті. Мана жерде босқа жүріппін, мана жерде осындай болыпты деген сияқты нәрселер ғой. Енді 50-ге келдің, басқаша, білмеймін. Мен негізі ерте сейдім деп жүретін адаммын. Иә. 40-та осы 50-дің салмағын сезінген жігітпін. Бірақ ана 50 деген аты жаман екен. 50 деген кезде кәдімгідей басқаша болады. Сол сияқты салмағы бар, әрине. Ел ағасы, ел азаматы, ердің жасы, 50, ғасырды екіге бөлу, ел ағасы болу, қатының нейсе соған көну деген сияқты кете береді арғы. Сол сияқты. Сіз жаңа кей жерде босқа жүріптім деген ойдың ішінде одақта бар ма? Жоқ, одақ жоқ. Мен одақта жүргеніме өкінбеймін, себебі. Одағым бақыт ордасы деп қоямын ғой. Иә. Бас-аяғы 15 жылдай одақта қызмет істедім. Соның 10 жылы әдебиетшілер үйінің директоры болдым. 5 жылы төрағаның орынбасары. Ол одақта жүрген кездерім менің шығармашылық дамуыма, жаңғыруыма, жандануыма, меңгеруіме, игеруіме көп себебін тигізген қара шаңырақ болды. Және қаншама қаламгерлер кешегі ақсақалдардың батасын алдым. Кешегі Қалижан Бекқожин, Жұбан Молдағалиевтардың үйіндегі жесірлері мені балам дейтін, еркелететін. София апам болсын, Зайда апам болсын, қаншама аналары бар. Солармен біте қайнасып, араласып кеттік. Ақын жазушылармен бәрінің сырын білесің, сұхбаттасасың. Ол біз сияқты шығармашыл адамға үлкен таусылмайтын қазына, тәжірибе, шеберлік мектеп. Сол мектептен өттім. Және сол жерде жүріп, қаншама сценарийлер жазылды, драматургия жазылды, қанша поэзия шықты. Біраз дүниелер сол жерде жазылды. Себебі батасын аласың, мынаны оқып тыңдатып аласың. Аға, мына жерінде қай жерде қателестім, көріңіз. Ой, бақыт деп, жаңа бір ауыз ықыласы сөз жәрдем. Үлкен күш. Сонда ол орта мені қайнатты қазанында. Пісірді, жетілдірді, қара тұяқ қылды, қара тұмсық қылды. Кешіріңізші, бірақ осы жазушылар одағына қатысты мынандай екі пікір бар. Біреу әрине ел білетіндей
бұл жазушылар одағы қасиетті киелі жер деп санайды. Енді тағы бір пікір бар. Бұл жазушылар одағы жерге, руға, жікке бөлінгіш сөз бар, бір-бірінің артын шұқпаған, бір-бірінен бәліздеқпаған, сөз ұстаған қауымның бір ордасы деген. Осының екеуінің қайсының шындығы басым? Оның қара шаңырақ қасиетті киелі жер екені бұл аксиома, анық. Ол дұрыс. Бірақ оның ішінде кімдер жүр? Кімдер келіп, кімдер кетіп жатыр деген мәселедегі сұрақ деп ойлаймын. Қара шаңырақтан қасиетке кетті дегенде ыңғайсыз. Себебі анау Сәкен мен Ілияс бастап берген бүкіл ұлттық руханиятымыздың, әдебиетіміздің қос арқауы болған тұлғалар ғой. Сол кісілер бастап берген. Алғашқы төрағалар. Мен енді басшылықта отырғанда көрдік қой енді оны. Қайсы бірін айтасың? Адам түсінбейтін толғау дүниелерін жазып ақ кеп есік теуіп кіретін классиктер бар. Мен классикпін, мен тұлғамын. Сен ана бәленшенің шығармасына қолдау жасапсыңдар, ұсыныпсыңдар. Мен неге? Мен бәленше деген рудамын. Бізді білесің бе? Бұны қоздыратын өздері. Өзіне сенімді, мықты ақын, өзіне де, сөзіне де сенімді мықты ақын. Руға, жүзге деген қызық емес. Көбінесе халтүршіктер. Солар бөлінгіш па? О, бөлінгіштің көкесі. Және өзінің қиялымен өзінің классикасы болады да келеді, қырат, жояды, әңгімесін айтады, артық айтады, кем айтады, кейде дұрыс айтады. Арасында адамгершілігі бар деген сияқты. Арасында дұрыс айтып қалады. Бірақ енді табиғаты халтүршік болса не істейсің оны? Не істейсің? Бүкіл ақын жазушының атын былғап жүреді ортада. Сондықтан да оны жаппай бір жақты қарауға болмайды деп ойлаймын. Аласы да бар, құласы да бар о жерде. Себебі олар инкубатордан шыққандай, кешегі совет өкіметі сияқты бәрі бір идеологияға қызмет еткен ақын болса не істейсің? Ол кімге керек бұндай ақын? Қазір Құдайға шүкір, әркімнің өзінің көзқарасы, пікірі, бет алысы, бағыт бағдары бар. Бірақ қазір басы бірікпейтіні осы. Рушылдық па? Жоқ. Әрқайсының өзінің тұрмыс тіршілігі бар. Кейбір ақындар Байшыкештің сарай ақыны. Жазушылар одағын керек қылмайды. Керек қылғанның өзінде бір атақ, мәнсап бірдеңе беретін кезде байдың ақшасын әкеледі де, мына ақшаға маған атақты бер дейді болды. Соған ақшаны алып атақты бере саламасың да? Жазушылар одағы оны ақшаны қайдан алады дейсің? Мемлекеттен бюджет алмайды одақ. Қоғамдық ұйым. Өзі күнін өзгеріп жатқан. Кейде ондай жоқ, жазушылар одағы өзіңіз айтпақшы қасиетті орта, өкіметтен ақша алмайды, бірақ демеуші тапсын, ақшаны алсын, бірақ ақшаны берген адамға берсе, оны сатып бергендей болмай ма? Сатылып жатыр ғой. Одақтың мүшелігі де сатылып жатыр. Алаш сыйлығы да сатылып жатыр. Көзім көргеннен айтып отырмын. Неге сіз сатылып жатыр деп айтасыз? Сіз де алаш сыйлығының иесісіз ғой. Иә. Сатып алмай алдыңыз сіз. Мен кітабым алды, мен алған жоқ. Кітап алды. Уақыттың жүрегі дейтін кітап. Және ең үлкен жоғарғы дауыс алды. Мен сатып алу, бір ақша беру деген түсінбеймін мен, не екен. Сол кезде де айтқам мен, кітабым қатысып жатыр, алса алар, алмаса қалар. Бірақ алдым. Себебі мына алаш сыйлығына сыйақы ретінде ақша қосып береді. Енді одақ оны табылмайды ғой. Сенде былай сол деңгейге жете қабыл деп тапқан адамдар өзің ақшаңды тапсаң деген сияқты келісетін шаруалар бар. Сол кезде өзіне және 2-3 сыйлыққа ақша тауып келетіндер бар. Ол солар алады. Үлкен сома ма? Алаш сыйлығында қанша сома ол? Енді 1 миллион, 2 миллион? Жоқ, оған да жетпейді. 500 мың ар жақ бір жағы. Бірақ енді одақтың комиссиясы өздері өлшеп шама шарқынша қояды. Миллион қоя ма, 2 миллион қоя ма, 500 бере ма, кейде $500 бере ма, 250 мың. Шама шарқынша қаржының ыңғайына қарай. Сондықтан да бұны да кінәлауға болмайды. Жалпы осы ақын жазушылар неге осы атаққа құмар? Мысалы, Ақиық Мұқағали кеткеннен кейін мемлекеттік сыйлық артынан іздеп барды ғой, мысалы. Кейін мұнда берді, кітабына берді.
ал ақын жазушыға бір атақ өте керек секілді. Бірақ не береді, мен соны түсінбедім. Атақ алсаңыз, білмеймін, жаңағы бір зейнетақыңыз көбейе ма, бір жалақыңыз аса ма, мен мысалы түсінбеймін да, не береді ақынға, жазушыға? Білмеймін, оны атақ Құмарлардан сұрау керек па? атағым жоқ, атақта шатағым жоқ деген екен бәрі. Сол сияқты енді бұл деген арсыз болмай, атақ жоқ, алдамшы болмай, бақ қайда дей ме, тағы да абай. Атақ құмарлық деген өзі арсыздықтың алғашқы қадамы ғой. Иә. Арсыздықтың алғашқы қадамы өзі атақ құмарлық. Мен ортасында жүрдім енді бір атақ үшін, тіпті сахнадан хабарлаған кезде кейбір атағын айтпай кетсең, соған жынданып өліп қала жаздайтын ақындар бар мысалы. Менің ана сыйлығымды айтпай кеттің, мына атағымды айтпай кеттің дейді. Мен айтамын, ақын деген ат жетпей ме саған? Жоқ, ананы айту керек деген ақындар да бар. Және атақ алмай жазушылар одағының сценасын баспен ұрып талып түскен талай ақынды білеміз. Жазушыларың бар, жынданды. Атақты бермедің деп па? Бермедім деп. Ол неге баспен қабырғаны ұрып жүр? Сол атақ бермеген адам тұрмаймын енді. Қабырғаның кінәсі не? Не істейді? Шарасыздық қой енді. Енді бір жағынан кім сәке ақындар әртүрлі ғой олар. Әр қайсы бір құбылыс, бір жұмбақ. Ол біркелкілікке түспейтін қаламгер. Қалыпқа сыймайды. Қалыпқа сыймайды. Сондықтан да ол неге ұрады, неге менің атағымды айтпадың деп, ол неге ренжиді, ол неғып мына жерде шатақ шығарды, ол неғып өзің кеудесін соғып мына жерде айтты. Өйтіп кінә тағамайсың. Кейде тана түсіністікпен қарайсың, жарылып кете жаздайды. Арқасы бар, әруағы қозып тұрады, ішінде жыны семізі бар, шайтаны шапалақ ұрып отыратындары бар. Арқасынан найзағай ойнап, қанатынан жыр төгіліп, маңдайынан тер төгіліп, таңдайынан сөз төгіліп, ағыл тегіл көзі бақырайып тұрса, оған не айтасың? Жымба қоян шықпа, мынау не дейсің ғой? Бірақ арасында бір дұрыс сөздер айтып қалады бірақ. Оған режиммен қаласың. Кейде маған мынандай болып көрінеді. Кейбір ақындарды бір өмір өгейсітіп, кейде бір кеудесінен итеріп, тіпті талқыға салған бір тулақтай илейтін секілді да. Мүмкін нағыз ақындарды ма? Дәл осындай бір тағдырдың сізге көрсеткен құқайы аз емес. Қатар-қатар келген қазалар, жарыңыздың басына түскен сынақ. Енді сол кездерде мүмкін одан кейін осы қайдан келді дегенде не ойладыңыз? Бұл бір өмірдің ақынмен ойнауы ма? Жоқ әлде Құдайдың берген сынағы ма бұл? Иә, бұл маған қазір де оңай тиіп жүрген жоқ. Қиын жағдай. Кәдімгі қабырғамның астынан жел гулеп тұрады әлі күнге дейін. Мен сынақ деп қабылдадым бәрін. Егер де мынау анадан келген, мынадан келген, пәруардігер пендеден келген дүние деп қарасам, мен баяғыда күйреп кететін едім. Сынатын едім. Жоқ, бұл Құдайдың сынағы. Ал сынақтан сынбай шыға алатын шыдам керек, төзім керек, сабыр керек. Бірақ айтуға оңай, қиын жағдай. Құдай қуат берсін. Бірінші Құдай, екінші әруақ, одан кейін айналам, достарым, азаматтардың арқасында арқа-жарқа болып қайта көтеріліп, қанатымызды қондап жүрміз. Қиын бәрібір. Бірақ менің шығармашылығыма көп кері әсерін тигізді. Талай дүниені. Себебі анандай негатив пен агрессияны поэзияға, шығармашылыққа араластыруға болмайды. Және ондай дүниемен сен шығармашылықты таптаса отыра алмайсың. Мен талай керемет дүниелерім миымнан торғай сияқты пырр етіп ұшып кетті. Оны ұстай алмайсың қайт. Күйінгенде, ашынғанда, ішіңде бір қыжыл пайда болғанда, кейде бір өз-өзіңді басам деп шырпыр болған кездері керемет дүниелер ұшып кетті. Ой болса, күй болмай қалады, күй болса, ой келмей қалады. Бірін жоғалтып отыратын сәттер көп болады андай жағдай. Құдай басқа бермесін. Басыңнан өтпей Құдайдан жетпейді дейді. Басына бермесін ешкім. Бірақ соны көріп келе жатырмын. Біраз шаруа бар, біраз дүние бар. Соған қарамастан кеше 50 жылдықты ауылда дүркіретіп өткізіп жатырмыз.
соған қарамастан қызымды қияға қондырып, тойын жасап беріп, елдің батасын әперіп, жұрттың қыз сияқты кәдімгідей үлпілдетіп шығарып салдық. Оның бәрі оңай шаруа емес. Ең бірінші ақын қағажу көре ма, бір басқа бір сынақтарға түсе ма, ол Құдайдың ісі, әркімге әртүрлі береді. Кейбір ақындар өзінің қиялынан қайғы жасап алып жүреді ғой, метім өйтіп жасама. Жоқ қайғыны өзі ойдан құрап. Ойдан құрап, өлеңдерін қарасаң енді беті жылтырап, анандай өлең жазып жүреді, сонымен күлемде айналайын. Хотя басынан өткен жаз, басыңнан өткенді жаз. Адам сенеді сол кезде. Ал ол шетелдің классиктерін, тағдырлы ақындарды оқып алады. Біздің жастар әсіресе таң қалдыруға құмар ғой бәрі. Есенинді оқиды, Пастернакты оқиды, Рембоны оқиды. Рембо деген светной бәле ғой оны. Жап-жас кеткенмен. Олардың тағдырын көшіріп алады да сол болып өлең жазады. Айтам, не басыңа күн туды деймін. Періште әуміндеп қойса құрыйсың ғой деймін. Сол сияқты әркім өзінің басынан өткен тәпсірлеп жазса сол. Мысалы Мұқағалида пайғамбарлық қой, тылсым, тілдесу бар. Өзі айтады ғой, құлағыма сыбырлайды, көзім елестейді, сон ағыл-тегіл жазам. Қасымда Абай қарап тұрады деп қойды, Абайдың бюстін қойып қояды. Сол сияқты енді Мұқағалидың қазақтың қара өлеңі құдіреті онда бір сұмдық сыр бар естілмеген дейтін жұмбағы әлі ашылған жоқ. Сол қара өлеңмен жазам дейді да бәрі құрайды, жұтылып кетеді, жоқ болып кетеді. Оп-оңай сияқты, бірақ жазамайсың. Әйтпесе, бізде бастадық қой сол қара өлеңі, Мұқағалидың бүкіл өлеңін жаттап бастадық қой. Сол сияқты Мұқағалиша жазу өте қиын. Оңай және қиын. Оңайы зырлата бересің. Барасың ба, аласың ба, от болып жанасың ба, менімен бірге ауылға барасың ба, жоқ осы жерде қаласың ба, бір 100 грамм тартып жіберейік арасында деп. Тақпақтата бересің. Бірақ түгі жоқ. Түгі жоқ. Қара өлең, бірақ түгі жоқ. Ал Мұқағалида тылсым бар. Құдірет бар. Ой бар. Рух бар. Бір киелі дүние бар. Сені жан дүниеңмен барып алып кететін жұмбақ бар. Әшейін ғана тастай салады. Соғыс жылдарынан кейінгі сұрапыл кезеңдерді суреттеген өлеңдері сұмдық. Біз өмір, біреу сенен сұрайды, өмір деген не ол? Өмір деген деп біз қуып кетеміз ғой. Мұқағали. Сұрай берме сен менен. Өмір жайлы сұрай берме сен менен, бұл өмірді әлі зерттеп көрмегем. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, қан майданнан жалғыз ұлы келмеген, жесір келін, бір нәресте көрмеген, жетім шал бал орнына тербеген. Өмір жайлы сұрай берме сен менен, бұл өмірден не түсінем мен деген, өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, өміріне кегі кеткен, өлмеген, жалғанайып тағылғанда көлденең ақиқаттың әппақ туын бермеген, содан сұра өмірді, нені көрді, нені сезді, не білді, неге ақылды ақымақтан жеңілді, біреу жылап, біреу неге көңілді, содан сұра өмірді деп бұр жібереді. Қандай ғажап. Ал біз болсақ қуып кетеміз өзіміз, өмір деген ол. Өмір деген көрсетіп береміз. Бұл пайғамбарлық, бұл парасаттылық, бұл бір поэзиядағы бір сұмдық құдірет. Анаған жол сілтеу арқылы аналардың образын ашу, қоғамның жан жарасын ашып беру, бұл деген сұмдық ақын. Мұқағалидың өлеңін оқыдыңыз ғой, жалпы ақын сөзімен, өлеңімен болашақты болжай ма? Жалпы кез келген нағыз ақын заманынан озық жүреді. Кез келген ақын, мықты ақынды қара. Қарабайыр, қарапайым қатардағы ақындар емес. Ұлы деп бағаланған ақындардың шығармашылығын қарап отырсаң, өз заманынан озық бәрі. Кешегі зар заман ақындарын алсаң да, сол зар заманға тоқтау айтып, ой толғаған Абайды алсаң да, алаш арыстарының ішіндегі Мағжандарды алсаң да, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып, күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда күн болам дейтін
Сұлтанмахмұттар болсын, Мағжан болсын, күннен туған, ғұннан туған пайғамбармын дейді. Бүкіл діндарлар шошып кетеді. Сынпай қарасаң, Иә. әкесі молда болған, атасы тақуа болған адам. Мағжан да медреседен шыққан, бірақ мен күннен туған, ғұннан туған пайғамбармын. Бір кездері анау Мұхаммеджанның арнасы бір еді анау. Асыл арна. Асылы. Соған мен жүрмін, Мағжанның өлеңдерін берсе, ол деген күнәһар ғой деп баға беріпті олар. Таңын қалдым. Күннен туған, ғұннан туған пайғамбармын деп күпірлік жасаған ақын болды. Жоқ, сөйтіп бағдарламада айтқан ба? Жоқ, бағдарламада айтпаған. Енді. Мен ана өлең оқитын ақындардың тізімін бердім де, сол тура осы өлеңдерді жібердім ғой. Десем осыны Мағжанды алып тастапты. Мен Мағжан неге алдыңдар деген сұраққа жауап қой жаңа. Асыл арнап тастаған. Иә. Сол сияқты озық жүреді кез келген мықты ақын, заманның озық жүреді. Себебі ол тылсыммен байланысты. Ақын деген, мен мысалы біреулер айтады ғой, мен осындай жазып едім. Мен мысалы бір жақсы өлең туса, өзім іздеймін, сол ситуацияда қандай болдым деп. Білмеймін ғой. Артынан кейін. Иә, жазылып біткен соң апам айтып отырады, не жолы бұл жолы деп. Сол сияқты неужелидің қазақшасы екен ғой. Не жолы бұл жолы, мен мынаны жаздым деп. Бірақ сол ситуацияға енгім келеді. Түсінгім келеді, қалай жазылды мынау деп. Кіре алмайсың қайтып. Ана бір транста отырасың, қайтып кіре алмайсың. Сіз бір өлеңді бір сағатта жазып тастауыңыз мүмкін ба? 10 шумақ өлеңді мәселен? Өлең жазуымның әртүрлі. Кейде Мұқағалидың бейтінің басына барып, қайтып келген кезде 15 минутта жазылған өлең бар. Және Мұқаңның анау аса берістегі көкпектен көтерілгенде тауым үстінде бар ғой. Соны жатқан кезде қағазға жазылмай миымда жазылып жатталып келген өлең бар. Тұрсам болды таулардың арасында деген сөз бар ма ішінде? Сол. Ешкімде болмасын дауы бүгін тауда тудым, тауды өстім. Таулымын, анау асқар шыңдардың, шығандардың бірге туған інісі бауырымын. Ал Мұқаң бейтінен келген кезде таңғы сағат 6-ма анау ұйықтатқызбай қойды ғой. Қағаз қалам алып бір 15 минутта зырылдатып жаздым да, әшейін бұны өлең деп ойлаған жоқпын. Бүйтіп тұрған дүниені жаздым, ұйықтадым. Сен түсте тұрып қарасам, әжептәуір өлең. Себебі бейтінің басында сирен ағашы өсіп тұрады ғой. Бір құс сайрап жатыр түнгі сағат 3-те. Қандай құс екенін білмеймін. Сол құс кетпейді миымнан. Ау, байғұс құсым ау, қанатын керіп жаймайсың. Күндіз кеудемде, түнде төбемде сайрайсың. Шырылыңменен шыңытып алып жанымды, қайғыңмен неге қайрайсың? Ау, байғұс құсым ау, келмейді деппең маған дой, ойсыз деймісің, тәнің демдеген жаман ғой, ал менің жаным ауырады. Өмір ме, амал ғой, жан емдейтіндерге барайын деймін. Барсам, қайта алмай қалам ғой. Ой, бар дейсің бе? Жоқ, қал дейсің бе? Ессіз күніме ес болатындай, ей құсым, шыр-шыр етесің. Менің қамымды жеймісің. Тірімде қасымнан табылмағандар, өлгенде басымнан табылар деймісің. Жарайды, ол да боқ қалар. Оған дейін біреуі молда боқ қалар. Қайдан білейін? Осы өлең жазылды. Бірақ қалай жазылғанын білмеймін. Сол сияқты тылсым нәрсе, кез келген мықты ақын заманынан озып туады. Болжағыштық қабілет қасиеті болады міндетті түрде. Кешегі зар заман ақындарының бүкіл өлеңдер айнымай, айна қатесіз келіп отыр ғой заманға. Абайдың айтқандары әлі актуалды. Кешегі Мағжан, Сұлтанмахмұттардың, Ілияс Жансүгіровтердің көтерген мәселелерінің бәрі әлі актуалды. Неге? Яғни болашақ болжап отыр бәрін. Мына кешегі Мұқағалидың қатарындағы Жұмекен болсын, Кеңшілік болсын, Төлеген Айбергенов болсын, сұмдық сұрапыл ақындар ғой енді. Бірінен бір өтеді. Абай мен Мұқағали қатты оқылады. Абайды амалсыз оқиды бәрі, ақыл керек болған соң. Ал Мұқағалиды еріксіз жақсы көріп оқиды. Рақат қой екеуі де. Ол басқалар нашар ақын деген сөз емес. Жұмекен көкем сұмдық философ ақын.
ағыл тегіл. Айбергеновтің сағынышы деген әлі әр жүректі бұзып жаратын сағыныш. Құдірет. Кеңшілік Мырзабеков деген қандай ақын. Сол сияқты сол кездегі ақындардың бірінен бір асып тұрған кезінде Мұқағалидың қара өлеңмен жол тауып кеткенінің өзі тапқырлық. Ал Мұқағали қара өлеңмен жазған кезде басқа ақындар ой, кәдімгі қазақтың қара өлеңі ғой, жаза береді деп менсінбей қарады бәрі. Ал сол кезде озып кетті Мұқағали айналып. Не құдірет екенін, сол сияқты Мұқаң да болжауларының бәрі келіп жатыр. Түгел. Бірте-бірте. Бабаларым рахмет сендерге. Балаларым болмасын деп көргеуде. Қобызыңмен, қосып әнмен тіл бердің балаларым. Өмірге мылқау болып келгенде деген. Сол құдірет қайта көтеріліп жатыр мысалы. Анау үш бақытым, отан, бәрі айналып келген кезде тіл туралы Мұқағали бәрін көтеріп тастаған ғой. Және мен таң қалатыным, Мұқағалидың қозғамаған тақырыбы жоқ екен. Жетімдер, жесірлер, махаббат, ата, бала, немере, дін, тарих, шежіре, батырлар, ақындар кешегі өткен. Қозғамаған тақырыбы жоқ. Махаббат мәселесінде, қош махаббат драмасы. Махаббат мәселесіндегі жалғыздар шастана, аршалы сайы. Бірақ әйтеуір бір түйсігімен соны сезет, айтқан келеді. Сезет бар, иә. Ал енді сіз мынау ақын ретінде біздің болашағымыздың, еліміздің болашағымызға енді ол болжау емес қой, қандай болуымыз мүмкін? Егер біз жақсы, шынымен де ел күткендей, ел қалағандай мемлекет болатын болсақ, жемқорлық жойылған. Біз оған қалай жетеміз, қашан жетеміз, және кім арқылы жетуіміз мүмкін? Жастар ма, кімдер? Мысалы, енді біз Алтын Ордадан бері қарай қазақ хандығына дейін басқа формада болдық. Басқа Жәнібек пен Керейден кейін қазақ хандығы құрылғаннан кейін басқа форма. Көштік, кәдімгі қазақы көшпенділігінің бір тілі де, дәстүр салты да бірте-бірте келді де, қорасыз қой бағатын, мылтықсыз аң аулай алатын, есігіне алажып байлай салып, 6 айлық жолға алаңсыз шығып жүре беретін, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман болды. Бүкіл айналамыздағы көрші қолаң таң қалды. Түрмесіз осылай өмір сүруге бола ма мемлекет? Ол да бір ғажайып кезеңдер. Одан кейін мынау орыстың отарына Абылайдың заманы мүлде басқа. Кешегі отаршылық Ақпатшаның соңы Алашорда. Кеңес дәуірінде біз енді, мен ойлаймын, 30 жыл, тәуелсіздіктің 30 жылында 35 жылға кетіп бара жатырмын. Үлкен сынақтан өттік біз. Үлкен, күрделі, және адам қолымен жасаған сынақтардан өттік. Ақмақтықтан өттік. Сорлы бейшаралықтан, дүние қоңыздықтан, пәруардігер пендешіліктің сынағынан өттік. Құдайдың емес шығар деп ойлаймын. Өттік па, содан өткен жоқпыз бәлі? Өттік. Осының өзі оңай емес. Сонда сіз қаңтардан бері басқа кезең басталды ма бізде? Жоқ. Жаңа Қазақстан, ескі Қазақстан деген мен ұқпаймын. Ол кезең ғана, кезең. Сонда қай кезде өттік біз? Біз өтіп келе жатырмыз әлі. Біз өтіп кеткен жоқпыз. Ешқайда өткен жоқпыз. Біз табиғи сұрыптаудан өтеді кез келген аң, құс. Иә. Сол сияқты адам да табиғи сұрыптаудан өтеді. Қоғам арқылы өтеді адам. Сол адами ұлттық сұрыпталу басталды. Ертең осыдан қазір мынау цифрлық заман, жасанды интеллекті деп жатырмыз, жүріп жатырмыз. Күннен күнге жаңарып, күннен күнге жаңаның өзі ескіріп жатқан. Жаңалық айтайын десең 2 минутта ескіріп кетеді. Білмеймін қазір жаңалықтарды кім не айтып жүрген. Жаңалық жоқ қой. Бәрі 2 минутта ескіреді. Әлеуметтік желінің арқасында. Сондықтан да келесі қазақтың болмыс бітімін басқаша көремін. Өзгереді. Кешегі мен тілеймін жақсы мағынасында бос екен деп. Бірақ кешегі біз аңсаған, біз тілге тиеге тамсанып
таңдайымыздың суғырып отырған, тіліміздің суағып сұлулығын, кеңдігін, жомарттығын айтып отыратын қазақты көрмейсің. Өкінішті. Ол қазақ жоқ. Осы сұрыпталудан кейін әр қазақ сықпа құрт сияқты бөлек-бөлек заманға икемделеді бәрібір. Адам түгілі аң мен құс өзгереді, ортаға байланып. Ал біз оған қарағанда адамбыз. Және заманауи дүниені меңгеріп келе жатырмыз, игеріп келе жатырмыз, қорытып миымызға құйып жатырмыз. Соның бәрі қайда кетеді дейсің, өзгертеді адамды. Сондықтан мен жаңа қазақты көрем, басқаша қазақ көрем, бірақ сол қазақ кешегі Әлихан армандаған, Ахметтер армандаған, біз Жапонды идеал тұтамыз, солар сияқты боламыз деді ғой. Иә. Біз қазір Сингапурды тұтып отырмыз, мысалы. Сол сияқты, мысалы, Жапонның мықты ғой бар, текті ғой түгел. Сол сияқты ұлттық намысы мықты, тектілігін жоғалтпаған, және жаңа формаға енген аристократ қазақтар болса екен, текті қазақтар болса екен деп армандаймын. Білімді қазақтар болса екен. Жайбарақат жайылып жүретін емес, керісінше шашылғанын жинап, адасқанын қайырып жүретін қазақтар болса екен деп ойлаймын. Бір сөзім бар еді саған. Ұлым саған айтамын да айтамын ғой. Ошақтың бұты үшеу болғанмен қазаным біреу еді ғой, 300-ге бұра тартқанмен қазағым біреу еді ғой дейтін қазақтардың санаты көбейсе екен деп тілеймін. Әумин. Айтқаныңыз келсін, сол айтқан ниетіңізге, тілегіңізге соны көрейік. Сондай ұрпағымыз кемел, халық үлкен мемлекет болсын. Келгеніңізге рахмет, сұхбатыңызға алғыс айтамыз. Рахмет. Құрметті көрермендер, сұхбатымыз осымен тамам. Ақынның айтқан ой пікірі ұнаса лайк басыңыздар. Сіздердің ойларыңызды комментарийдан күтеміз. Аман сау болыңыздар. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспи QR арқылы немесе видеоның мазмұнындағы Каспи Patreon сілтемелері арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істегендерге алғысымыз шексіз, бұл маңызды.